кәдімгі екі крысаны алып, біреуіне кәдімгі адам жейтін, екеуіне де берген ғой. Екеуіне де адам жейтін горилла, бургер, сонымен тамақтандырған бір ай бойы. И бауырын қараған кезде, жаңағы бауыр өте қатты ластанып ісініп кеткен. Және біреуіне бір ай осы биолайфты берген, біреуіне бермеген. Сонымен берген крысаның бауыры бір айдың ішінде тап-таза болып кәдімгі сынақтан өткеннен кейін осы адамдарға іш құрылысын, бауырын тазалауға өте жақсы көмектеседі деп сатып жатырмыз. Ерлер өнімінен бастадық бірінші, бір ғана өніммен 70% клиентіміз, бұл 25 пен 35 арасында жігіттер. Сіздің компанияңыздың қазіргі обороты мен естуімше 100 миллионнан асады. Қазақ деген өзіңе тиеді, бірақ бизнес болғаннан кейін ұрлық өте жақсы болады бізде. Бәрі саудагер болғысы келеді, бәрі шықырлатып ақша санағысы келеді. Бірақ товаркаға ақша қимайды, не сатарын білмейді. Байлық оның өзіне ғана керек, басқа ешкім оның бай болғанын қаламайды негізі. Қайырлы күн достар, бүгін бізде қонақта Аль-Нури деген отандық өнімнің негізін қалаушы Ақмарал ханым 3 жылдан бері нарықта жүрген мықты өнімдермен бүгін тереңнен танысатын боламыз. Және осы видеоның соңына дейін қараған жандарға Ақмарал ханым өзінің сыйлығы бар екен, сондықтан до конца отырыңыздар, барлықтарыңызға пайдалы видео болады. Енді Ақмарал ханым, сіз отандық өнім шығардыңыз, 3 жылдан бері нарықты шұғылатып жатсыздар. Өзіңізбен танысып, қай жақтың тумасыз, осы уақытқа шейін қандай кәсіптермен айналыстыңыз деген сияқты. Қайырлы күн, Айда ханым көрермендері. Мен өзім Оңтүстік Қазақстан облысы, Жетісай қаласының тумасымын. Қарапайым отбасынан шыққанбыз. Әкем санэпидстанцияда доктор болып жұмыс жасайды. Анам мектепте завуч, биология, химия пәнінен сабақ береді. Мен өзім Казгуды бітіргенмін, биотехнология мамандығын. Қазіргі кәсібімде негізі осыған келеді. Себебі біз жаңа Казгуды бітірген кезде, оқып жүрген кезде Казгуда құрам жағын қатты қарайтынбыз. Және кез келген тамақ өнімдері болсын, не болмаса осындай бат, витаминдер болсын, құрамын қарап, сол құрамды зерттеп, қай жері, адамның қай жеріне қалай көмектеседі денсаулығына, сол бойынша бітіріп шыққанмын, жалпы құрам зерттеу бойынша. Шымкенттің тумасысыз. Басыңыз бос емес, неше балаңыз бар, тоже оқырмандар қызық. Жалпы тұрмыстамын. Жолдасым екеуміз 7 жыл болды. Некелі болғанымызға. Бір ұлым бар, бір қызым бар. Күшті. Осы Аль-Нуриді шығарам дегенге дейін қандай кәсіптермен айналыстыңыз? Аль-Нуриді шығарам дегенге дейін біз лактамарин, сол биотехнолог Казгуды бітіргеннен кейін бірден мен өзім мамандығым бойынша жұмыс іздедім. Сонымен бізде санэпидстанцияға келеді дегеннен кейін биотехнолог мамандары бардық. Как всегда, мемлекеттік жұмыс айлығы аз болды. Мен вообще қазір таңғалып отырмын. Сол кезде де таңғалғам ғой енді. Санэпидстанцияға жұмысқа тұру 30 мың теңгемен бастайсың деген кезде, мен ол кезде өзімнің квартирамның өзі 20 мың теңге болатын да. Қалай мен 10 мың теңге бір ай өмір сүрем деп. Сонымен осы лактамарин деген ол кезде жаңадан өнім, осындай өнім кеп не қылып жатты, сатылып жатты Қазақстанда. Сол компанияға кірдім, жеке компания, частный компания дейді ғой. Сол жеке компанияға кіріп, лактамарин, именно мен осы Казгуды, биотехнология мамандығын осы балдыр бойынша қорғағамда, дипломды. Осы балдырлардан адам ағзасына пайдалы өнімдер жасау бойынша диплом қорғағанмын. Барсам дәл сол өнім алдымда тұр ғой, уже Қазақстанда сатылып жатыр да, мен оны ойламам олай. Сонымен сол жерге жұмысқа кіріп кеттім. Сату маманы болып бастадым бірінші. Сол сату маманынан кейін роб болдым, маркетолог болдым. Ары қарай осы өзіміздің жеке кәсібімізді ашып бастадық, жолдасым екеуміз. Сол жерден көзіңіз жетті ғой, что мынандай өнімдер мықты сатылмап келеді деп. Ол енді 2012-де еді ғой. 2012 жылы осы лактамарин, ламифарен компаниялар Қазақстанға келген кезде осы өнімдермен, балдыр өнімдермен. Енді ол кезде қатты түсінбейтін, Инстаграм жоқ, ТикТок жоқ. Бірақ соның өзінде бізде үлкен ата әжелеріміз ауылдан кәдімгідей тапсырыс беріп алып жататын пенсиясына, балдар алып беретін, мықты көмектесетін өнімдер еді. Жалпы енді бат саласы, ол бат витаминдер, бұл бұдан да ары қарай сұранысқа ие бола береді. Себебі біздің тамағымыз жеп отқан, жаңа табиғи емес, құрамы таза емес, химия деген сияқты ғой. Сондықтан бізде жалпы бұл салаға өте қатты сұраныс өседі алдағы уақытта. Қазірдің өзінде сұраныс өте жақсы, өйткені жеп жатқанымыздың бәрі бір экологически таза емес қой.
Енді осы өніміңіз 3 жыл бұрын шығардыңыздар. Кәдімгі қазақтың мен деген танымал кісілерінің өзі жарнамалап, өздері осы неден жақсы болған екен, Алғашқы өніміңіз жайлы айтып кетсеңіз. Жалпы біз өзіміздің Альнури компаниясын өзіміздің ең көп сатылатын хит өнім, мына ерлер өнімінен бастадық. Бір ғана өніммен. Неге ерлер? Не істейді сонда? Бұл өнім бізде ер адамдардағы жыныс жолдарында қабынуды басады, зәр шығару жолдарында қабынуды басады, одан кейін ер адамда тестостерон гормонын қалыпқа келтіреді. Одан соң мына простатит деген жалпы диагноз бар. Простатит бұл жаңа простата безінің қабынуы ғой. Егер мен осы жерде шындықты ашып кетсем, барлығы жаңа Алла өзі реттестіріп қояды дейді ғой. Менің әкемнің әкесі осы простатит асқынып, аденомаға айналып, онкологиядан қайтыс болды сол жағынан. Менің әлі көз алдымда атамның жаңағы дәрігер уролог маман келеді. Атама кәдімгі зәрін шығара алмай қалған ғой енді ол кісі. Кәдімгі система, тамырға салатын система бар ғой, соны зәр шығару несіне қарай қойып кетеді, тығып тесігіне ше. Содан зәр тамшылап, мына тазикке ағып тұрады. Кәдімгі бұл деген өте қиын ауру десеңізші. Ер адамдардағы ауыстыруға келмейтін мүше да негізінде. Сол атамның қалай шыңғырып жатқанын, трубаларын ауыстырған кезде, зәрі ең соңында атам зәрін шығара алмай, ол зәр бізде қанға араласып кеткеннен кейін аяққа қарай береді екен ғой. Аяғы кәдімгі, аяғының бұлшықеттері, еттері сүйегінен ажырап, зәрдің әсерінен зәр уже бұлшықетті ертіп жіберген да. Соның әсерінен солай қайтыс болған. Мен әлі көз алдымда атамның қалай қайтыс болғаны. Сол да бір алып келді ма деп ойлаймыз осы өнімге. Себебі қатты әсер еткен. Сол әсіресе 70-ге келген шал кісінің шыңғырып жылап жатқаны, зәрін шығара алмай, ол енді әліге дейін айтып жатырмын ғой, құлағымда тұр да. Түрлі себептер бар да осы өнімді шығаруға. Енді біздің осы Қазақстанда жалпы простатит ауруы қаншалықты жиі ауырады? Сізге өтірік, маған шын болуы мүмкін. Негізі мен оншалықты жиі көп адам ауырады деп ойламағанбыз басында. Бізде мысалы естімейміз ғой әдетте. Және мен тағы бір иллюзиям болған. Жалпы бұл өнімді сататын кезде, өзіміздің өнімді, мен ойлағам, үлкен кісілер алатын шығар. 40-тан асқан, 50-ден асқан кісілер біздің клиенттеріміз деп ойлағам. Бірақ өкінішке орай біздің қазіргі 70% клиентіміз бұл 25 пен 35-дің арасында жігіттер. Неге десеңіз, қазіргі жаңағы оңды солды жүрісі көп, некесіз, некелісі бар деген сияқты. Одан кейін горилла ішетіндері, дизи, энергетиктар неше түрлі. Сосын жаңағыдай аяқтан су өткізу бар, өз-өзін күтінбейді, неше түрлі саунаға бара береді деген сияқты. Соның барлығы әсер етеді. Дұрыс өмір сүру салты жоқ десеңізші, былайынша айтқанда да. Енді әйел адамдарға қарағанда біздің ер адамдар денсаулық жағынан өте сауатсыз ғой. Сондықтан да ер адамдардың жалпы ауруға шалдығуы өте көп. Өйткені былай қарайтын болсақ, әйелдер түзу жолмен жүреді да, ер адамдар оңсауда барып қоятыны бар дейсіз ғой. Ал бұны именно простатит болып ауырған кезде алу керек па, или профилактика ретінде де қолданса бола ма? Бұны профилактика ретінде қолдану керек. Міндетті түрде ауырмаған кісі. Өйткені бұның құрамында 40 түрлі витамин бар. Және бізде ең негізгі біздің басты ингредиент бұл женьшень. Жалпы женьшень тамыры, бұл алтын тамыр, қызыл тамыр, Кореяда барлық салада қолданылады. Тамақ саласы, косметология, дәрі-дәрмек, барлық сала қолданылады да. Женьшень бұл ең адам ағзасына пайдалы тамыр өсімдік болып келеді. Ол және енді өткенде тағы бір неден қарап отырмын, дәрігерлердің айтуы бойынша Кореяда тек женьшеньді бай адамдар ғана қолданады екен да. Яғни өте қолжетімсіз, өте қымбат ингредиент болып келеді. Сондықтан да біздің өнім енді арзан деп айта алмаймын, бірақ ағзаға 90% көмектеседі. Енді 100% гарантияны Құдай береді ғой. 90% көмегін алады. Мен негізі осы ютубты бастағанда да кәдімгі қазақтағы мықты бір өнім шығаратын, отандық өнім, және бір өтірік инстаграм емес, шынымен результаттарды көріп, сондай мамандарға шығып жатырмын қазіргі таңда, чтобы менің аудиторияма пайдалы болсын деп. Сіздің парақшаңызға кіріп қалсам, қаншама ер адамдардың кәдімгідей аз уақытта
сразу құлан таза айығып кетуі, еще кәдімгі ел ағаларының прям ішіп жатып, сразу бір-екі күнде жақсы оң результат көріп жатқан мені өте қатты қуантты. Сондықтан да өзіңізге сол үшін шығып хабарласып өніміңізден танысқым келді. Оны жалғыз сіздің ғана аудиторияңыз немесе жаңағы ауырған ағалар емес, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейтін бүкіл қазаққа пайдалы болғаннан кейін мен сізді шақырдым және келгеніңізге өте қуаныштымын. Мынаны профилактика ретінде де сонда бәріне ұсынсақ болады екен. Бұл жерде еще тағы өт айдайтын және мочегонный действие дейді, зәр айдайтын, жиналып қалған зәрді ағзадағы сондай емдік қасиеттері бар. Әйел адамдарға да өте жақсы көмектеседі. Әйелде, ерде женский жақтан. Қазіргі таңда осы простатитке қарсы өнімнен қоса тағы да өнімдер шығарып жатқан сияқтысыздар, Ол қандай өнім, ол менде таныстырып өтсеңіз. Жалпы біздегі ең негізгі өнім ерлер аудиториясына келгеннен кейін біз енді әйелдер аудиториясына да бір жақсы өнім ұсынайық деп ойладық. Және бізде қазір мынау пенка және маска бар, екі өнім. Әйелдердегі бетіндегі именно угры дейді ғой, қабынуды басады, одан кейін маскамыз біздің әжімді кетіреді. Не үшін әжімді кетіреді, құрамында оның соншалықты не бар дейтіндей, бұл масло щи негізінде жасалған. Масло щи деген жалпы бұл косметологияда өте кеңінен қолданылады. Жалпы бетке увлажнениені осы масло щи береді. Енді қазір барлығы коллаген деп жүр ғой. Коллаген ол адам ағзасында өзі болу керек. Масло щиді сыртынан қолданатын болсақ, бұл бетте прямо масканы жағып болғаннан кейін бет кәдімгі бөпен бет сияқты болып тұрады. Тура сондай увлажнение беретін маскамыз біздің. Енді жалпы әйелдерде әжімді емдегеннен гөрі, әжімді кетіргеннен гөрі әжімді түсірмеуге қарай жүгіруіміз керек та, өйткені кетіру оны өте қиын. Ол түсіп қойған әжімді де емдейтін шығар. Түсіп қойған әжімді де көмектеседі, өте жақсы, бірақ жаңағыдай ең кемінде 2 құтысын пайдаланса, бір 3 ай көлемінде өте жақсы әсер етеді бетке. Бірақ бір аптаның көлемінде уже ести бастайды, бетіңе не істеп жатсың деген сөздерді. Әсер өте жақсы. Күшті. Сіздер бұны Кореядан бір жақтан шығартасыздар ма? Жоқ, біздің Қазақстанның өндірісі, Қазақстаннан шығарамыз. Қазақстаннан шығарасыздар. Бүкіл жаңа шикізаттарын алдырамыз шетелден. Лабораторияларыңыз бар? Өзіміздің лаборатория бар, өзіміздің өндіріс орны бар. Негізі қазір сырттан келгенше өзіміздің өнім прям эффективный болып жатыр. Ең бастысы сіздерде сарафанкамен мықты жұмыс жасап кеткенсіздер да? Бізде нәтиже көргеннен кейін өздері жаңағы клиентіміз бізге тағы да клиент алып келе береді да, өзі жақсы нәтиже көргеннен кейін. Бізде тағы да кремнен басқа жалпы косметологиямызда қолданылатын барлық өнімнің құрамына бұл саламандра дейді, теңіз саламандрасы, именно кесіртке ғой қазақшасы. Құрғақ жерде жүретін емес, именно теңізде жүретін теңіз кесірткесінің сарсуы қосылады біздің косметологияға, жаңа өнімдерге. Ол сарсу, енді кез келген нәрседе сарсу ол өте құнды жаңа сұйықтық болып табылады кез келген организмде. Әсіресе осы саламандраның сарсуы бетті жасарту қасиетін береді. Яғни бетті өте жақсы жасартады екен әйел адамдарда. Соны қосқанбыз жалпы. Қазір тағы да бізде осы маска мен пенкадан бөлек бізде сыворотка дейді ғой. Сол шығады бізде, ол таза жаңағы саламандраның сарсуынан жасалған. Керемет. Оны енді Құдай қаласа Қазақстанда хит болатын шығар деп отырмыз. Біздің халық бір рет көріп, одан кейін результат болса уже хит болады да. Ал емдік қандай нелер бар? Мысалы, бұл біздегі капсула түріндегі осы Қазақстандағы бақанас күрішінің қауызын күйдіріп жасалған өнім. Именно бақанас, себебі бұл Аль-Нуридағы бұл бауыр тазалайтын биолайф деген өнім. Бұл өнімді шығаруға біздің қазақстандық профессор жұмыс жасаған өте қатты, және бір 200 миллион теңге шамасында осы өнімді ойлап табуға жұмсалған, тек қана табуына. Біз қазір Қазақстан бойынша тек қана сату құқығы бізде. Яғни ол кісіге неге 200 миллион қайда кетті деген нәрсе бар ғой. Ол кісі бүкіл Қазақстандағы Қызылорданың күріші бар, басқа жерлердің күріштері бар, барлығын қауызын алып тексеріп көрген кезде тек бақанас күріші ғана, күрішінің қауызы ғана осындай әсер берген. Жаман дейіп жатыр Қызылордада болғасын. Сосын факт қой енді. Бақанас күрішінің қауызы ғана осы адамның бауырын тазалауға өте қатты көмектескен. Содан кейін осы именно бақанаста осы күрішті өсіру плантациялары бар, жаңағы өз жерлері бар арнайы. Сол жерден күрішті өндіріп
өсіріп қауызын алып, сол қауызынан жасалатын өнім ғой жалпы. Бауырды тазалайды. Нәтижесі кәдімгі 2 крысаны алып, біреуіне кәдімгі адам жейтін, екеуіне де берген ғой. Екеуіне де адам жейтін горилла, бургер, сонымен тамақтандырған 1 ай бойы. И бауырын қараған кезде жаңағы бауыр өте қатты ластанып ісініп кеткен. Және біреуіне 1 ай осы биолайфты берген, біреуіне бермеген. Сонымен берген крысаның бауыры 1 айдың ішінде тап-таза болып кәдімгідей неден өткен, сынақтан өткеннен кейін осы адамдарға бізде қазір Қазақстандағы қазақ халқының, жалпы халқымыздың іш құрылысын, бауырын тазалауға өте жақсы көмектеседі деп сатып жатырмыз. Енді елдің отзывы қалай? Өте жақсы, керемет. Біз негізі мына Альнури өнімін, біздің хит өнімді алғаннан кейін қасына сыйлыққа осы биолайф өнімнің 1 құтысын береміз. Ішіп көрсін, нәтижесін көрсін деп. Бізде кері отзыв өте жақсы келеді. Жаңа биолайфтың өзін ғана сатыңдаршы бізге деген сияқты. Негізі ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп, негізі ана бургерімізді азайтуымыз керек қой, негізінде. Енді бургердің котлетінің көбісі бұл Америкадан келетін болғаннан кейін, ол жерде жаңа холестерин көп, шошқа майы қолданыла береді. Сосын бізде бургер еті қуырылатын тамақ қой енді. Еті қуырылады, жаңа сұйық май, енді қазір барлығы айтып жатыр ғой, сұйық майға қуырылған нәрсе ол онкологияның клеткаларды оятушы бірден-бір тамақ болып саналатын болғандықтан, жалпы біз өзіміз отбасымыздың өзінде жаңа сұйық майды қолданбауға тырысамыз барынша. Қазір енді өкінішке орай біздің нарықтағы шынымен нақ кәсіпкерлер инстаграмы қатты дамыған, жеке бренд дамыған, тек мынаны алды, мен ішіп көрдім, маған ұнады, 10 елге айттым деген сияқты сарафанка радиомен. Сіздің де инстаграмыңызда қатты көп оқырман жоқ, байқадым, бірақ өнімдеріңіздің отзывын кәдімгі ел ағалары қолданып, живой отзывтарын берген кезде мен қатты таңғалдым. Бізде атақты клиенттеріміз өте көп, бірақ енді осы жерде мына кісі ішті деп айта алмаймын, өйткені ерлер өнім болған кейін жаңағыдай ғой. Мен простатитпін деп ер адамдар намыстанады оны айтуға. Енді атын айтсам бірден танитын 4-5 адамымыз біздің тұрақты клиентіміз, шын мәнінде. Енді жалпы инстаграм кәсіпте жүргеннен кейін көбінесе уақыт бола бермейді жүргізуге. Бірақ енді қай нені кітапты оқысаң да, қай курсқа барсаң да личный брендтен бастайды ғой. Жеке брендіңді дамыт деп. Сол енді қолға алып жатырмыз, Құдай қаласа. Осы кезге дейінгі қолға алмағаның бірден-бір себебі ол сіздер нақ кәсіпкер, сіздер бір новый поток клиентке мұқтаж емессіздер, сарафанкамен уже сатылып жатыр екен да? Клиенттеріміз Аллаға шүкір жетерлік. Енді ары қарай содан кейін де шығар бізде жаңағыдай личный брендке қатты бір қажеттілік болмады да. Бірақ енді өкінішке орай қазір личный брендсіз тоже сата алмайсыз, или сата алғанның өзінде де бір қатты масштабны миллиард жасайтындай деңгейге жетулеріңіз керек қой. Құдай қаласа сол личный брендті енді қолға алып жатырмыз. Жалпы өнімнің есін көру керек дегеннен кейін сол жүргізіп жатырмыз. Енді осы өнімдеріңізді жалпы біздің өзіміздің отандастарымыз сата ала ма? Сізбен серіктес болып, бизнес жасап. Енді мысалы біздің қазақ халқы бір бастан саудагер халық емеспіз. Біз тек қолданып күшті реакция берген нәрсені ғана сата аламыз да. Алып қолданып көрдім. Аллергияны сол күйі ұшты күйлі жоқ болды. Мысалы менде аллергия. Сондай бір өзіне товарға сенімді ақша тапқысы келетін жандарға сізде бір мүмкіндік, ұсыныстар бола ма негізі? Бізде ұсыныстар бар. Егер бізбен жаңағы әр қаладан Қазақстанның серіктес боламын дейтін болса, сондай азаматтар шығып жатса, міндетті түрде біз өнімді өзіміздің сатып отқан бағадан 50% жеңілдікпен береміз. Ары қарай өзі сол біздің өнімді жарнамалау арқылы және біздің өнімді ұсыну арқылы үстінен 50% табыс таба алады. Сіздер де ол общий жарнамасын жасап тұрасыздар. Өзіміз тағы жарнама жағынан, маркетинг жағынан, сату жағынан көмектесіп, кеңесімізді айтып отырамыз. Ары қарай өзі барлығы дайын ғой, былайша айтқанда. Өзінде адамда ақша табамын деген желание болатын болса, негізі қазір мүмкіндік өте көп. Негізі бұндай өніммен тек қана өз елімізде ғана емес, ТМД-ға да
айғайлап тұрып шығару керек Иә. сияқты. ТМД-ға шығатын ойларыңыз бар ма? Ойымыз бар, Құдай қаласа осы жыл біз өнімдерімізді толықтырамыз барынша, ассортиментті көбейтеміз, сапалы өнімдерді. Одан кейін барып, уже келесі жылдан бастап, Құдай қаласа, осы ең кемінде 10 елден өзіміздің филиалымызды ашсақ па деп ойланып отырмыз. Осы ютубқа мықты, маған анандай инстаграмы жылтыраған, бірақ арты қалтырап жатқан эксперттер, жалпы кәсіпкерлер керек емес болды да, маған нақ кәдімгі отандық өнім шығара алған, тәуекел жасай алған, немесе бір өз-өзін өз саласын дәлелдеп салған адамдарды іздеп, мен сізді бір аптадай көрдім. И көзімнің жеткені, сіз кәдімгі миллионный жерлерде оқып, білім алуды тоқтатпай еткенсіз. Иә. Сол кәсіпкерге қаншалықты сондай курстарға қатысып білімін арттырған маңызды? Жалпы өте маңызды деп ойлаймын. Себебі ең команданың басында тұрғаннан кейін, команданың барлығы саған қарайтын болғаннан кейін, командамен қосылып клиенттерің де саған қарайтын болғаннан кейін қандай жаңалық болады, осылай тұрып қалма деген сияқты. Басында тұрған лидер, кәсіп иесі өте білімді болу керек, көзі ашық болу керек, креативный болу керек, одан кейін жаңағыдай өте кең ойлана алу керек, масштабны деген сияқты. Сондықтан бізге сеніп отырған клиенттерімізді және командамызды не қылмау мақсатында, клиенттеріміз бен командамызды жерге қаратпау мақсатында біз үнемі білім алып отырамыз. Жолдасым екеуміз білім алып отырамыз, неше түрлі курстарды оқып отырамыз. Мысалы, былтырдың өзінде біз командаға дұрыс адам алу, HR саласы бойынша біз 21 миллион төлеп, 21 миллион төлеп, бір жыл бойы білім алдық. Енді шынымен таңдау болды басында, үйге салып жібереміз ба, или білім аламыз ба деген. Бір Алматыда бір нормальный квартираның бағасы ғой, былайша. Сосын жарайды деп екеуміз ойландық та, үйдің әлі 10-20-сын аламыз, баста білім болса деп, білім бізде зато қалады баста дедік та. Сонымен сол білім бір жыл бойы 21 миллионға білім алдық. Осы жылдың өзінде уже 6 миллион, 7 миллион кеткен шығар білім алуға. Әр білімнен өзіңіз қандай инсайттар алып жатсыз біздің оқырмандармен, хотя бір екі-үшеумен бөлісе кетсеңіз? Әр білімнен, әр оқыған курстарымыздан дейікші, өте керемет нәтижені бірден аласын деп айта алмаймын. Себебі әр адамға әртүрлі әсер етеді. Енді ол жерде естіп отырғаннан бөлек, оны сыртқа шығып, өзің командаңмен, өзің компанияңа келіп, оны жасау керек та. Жасамайтын болсаң, ол ақпарат күйінде, информация күйінде қалып кетеді. Жасаған адам ғана оның нәтижесін көреді. Енді жасау, естігеннен гөрі жасау, ол 100 есе қиын ғой. Жасаған кезде сен ана білімді тереңнен түсінесің. Ең бұл жердегі негізгі өзім осы былтырғы 21 миллион HR саласы бойынша алған білімнен бір екі инсайт айтатын болсам, өзіме қатты өткен. Жалпы адамдардың көпшілігі қазір замороженный состояние дейді ғой. Көбінесе прошлыйында қалып кеткен. Қатып қалған. Сол прошлыйда қалып кету арқылы дәл қазіргі настоящий моментті жоғалтып жатыр да көбісі. Одан кейін өте жақсы болды мына әлеуметтік желі деген. Әлеуметтік желілер бізде бұдан кейін байды одан ары қарай бай қылады, кедейді одан ары қарай кедей қылады. Неге? Себебі тағы да вниманиясын бөлетін нәрсе табылды да. Бұрын жаңағы президентті жамандайтын еді, саясат, ауа райы дұрыс емес, мен бүгін бір жерім көтерейін десем деген сияқты ғой. Менің күйеуім бар, менің балам бар деген, менің енем бар деп бұрын енді айтатын адамға сылтау табыла береді ғой. Ал енді әлеуметтік желі қосылды, одан ары қарай. Успешный успехтар. Успешный успехтар, квартирасына ақша жинау үшін курс сатады деген сияқты ғой. Сонымен сондай болып кетті да. Сондықтан жалпы бірінші инсайт адамдар екі топқа бөлінеді. Жаңағы негативный точка зрения, позитивный точка зрениядағы адамдар. Позитивный точка зрениядағы адамдар бұлар жылдам жауап береді саған, жылдам кері байланыс береді, жылдам әрекетке көшеді. Қателессе, оны қателік емес, жаңағы мүмкіндік деп санайды да, кете береді. Және ол ақшаның потогы осы адамдарға келеді. Ол ақшаның потогын көре алады. Ал негативный точка зрениядағы адамдар өте баяу,
адамда негативный ой басып қалған сайын адам өте баяулап кетеді екен да. Мысалы қайғы басып қалған адам жатып қалады ғой. Мысалы ашуланып отқан адам ол баланың у-шуын көтермейді айналасында болып отқан кез келген қозғалысты тоқтатқысы келеді. Осылай әсер етеді негатив бізге. Сондықтан біз барынша негативтан позитивқа ауыстырсақ, өзіміздің ой санамызды, көзқарасымызды бізде әрекет те жылдамдайды, ойлауымыз да жылдамдайды, шешім қабылдауымыз да жылдамдайды. Сондықтан біз үнемі өзімізді қарап отыруымыз керек, бақылап. Мен қазір негативно ойлап отырмын ба или позитивно ойлап отырмын ба деген сияқты да. Сол негативно ойлауға көп адам прошлыйында қалып кету әсер етеді. Бітпей қалған отношения, бітпей қалған істер. Одан кейін бізде көбінесе байқасаңыз, көп адам конфликтпен, әңгіменің соң конфликтпен бітеді да. Мен өзімде де ол нәрсе кейбір кезде болып қалады екен. Бір курста нәтиже жоқ деп ұрсып шығып кеткім келеді. Бірақ нәтиже ол саған байланысты да. Саған берді, жол көрсетті, ана жер, мына жер деп көрсетті, бірақ сен оны барған жоқсың да сол жерге. Өзің қорқынышың бар, неше түрлі нәрсең бар, расход деп ойлайсың, анау мынау деген сияқты ғой. Мышлениең жетпейді дегенде. Сондықтан екінші менің инсайтым, кез келген ақша кетсе де абырой кетпесін деген қазақта өте жақсы сөз бар. Яғни конфликтсіз бітіру. Кез келген командадағы адам болса да, клиентің болса да, сенің тамыр досың болса да, дос-жараның болса да, күйеуің болса да, балаң болса да, түбінде сол конфликтсіз шешу керек проблеманы деген. Осы екі инсайт өте қатты әсер етті маған. Негізі қоғамда курс алдың ба, нәтиже шығармайды да, сол курсты кінәлайды, басқаны кінәлайды деген сияқты, потом соттасып жатады әрбірден кейін. Бірақ адам өзі жауапкершілік алдым ба, значит мен бүйтуім керек деп не істесе, бәрібір результат болады да. Бізде қоғамда қалай курсты алады, потом құдалық болады, енесі ауырып қалады, курс қалады да. Курстың бітуіне бір күн қалған кезде курс алған есіне түсіп кетеді. Сосын сол ақшаны даулайды. Мен енем ауырды ғой, деп ше. Сондай болып жатады өкінішке орай. Осы жерде бір ой қоса кеткім келеді. Курсқа негізі кез келген адамды алмау керек. Курсты барынша қымбат қылу керек. Нағыз аш, желаниясы ұрып тұрған курстан мен осы ақшаны тауып оқимын деп келген адам, ол ақшаны тауып келген адам, ол міндетті түрде нәтиже шығарады да. Наоборот, бізде курстарды қымбаттату керек деп ойлаймын. Біз 21 миллион төлеп оқыған кезде бір сабағынан қалған жоқпыз ғой. Ал 1 миллион төлейтін сабақтар қалып кетеді да, бір-екі сабақтан кейін. Бір сабағынан қалмаймыз. Енді ол жерден 21 миллион төлегеннен кейін де өте жақсы сервис көрсетті, қызмет көрсетті. Бірақ келмей жатқандар да болды да. Біз енді екі адам жолдасым екеуміз оқығаннан кейін 21 миллион болып тұр ғой. Негізі бір адам оқыса 7-8 миллион кетеді. Соның өзіне келмей қалып жатқандар бар да, ақша шетеді деген сияқты. Сол жалпы бізде Қазақстанда курсты қымбаттату керек. Бізде білім арзан болмау керек. Білімге шынымен мұқтаждығы бар адам ол ақшаны тауып келеді. Және одан бір нәрсе шығады да ондай адамнан. Ол бірінші кедергіні тесіп өткен адам, екінші кедергінде тесіп өтеді. Екінші кедергі бізде курста жаңа ғой. Курстағыны бірге бір жасау. Сол осы екі кедергіден өтіп алса, кез келген адам нәтиже шығарады. Ал нәтиже шығармайды, курстар алдайды дейтіндер, значит, оларға курс керек емес болған ғой, негізі внимание керек болды ма екен. Өзі не керегін білмей келген адам. Өзіне не керегін. Ақша керек емес негізі көп адамға. Кәсіпкерге қаншалықты орта маңызды? Өте маңызды. Жаңағыдай ғой, негативный точка зренияға өтіп кетесің, ортаң болмаса. Өйткені сенен жоғары адам не болмаса сенмен бірдей адамдар болу керек та. Жаңағыдай сен сияқты аш адамдардың ортасына түссең, барлығы бір нәрсе істеп жатады, камераға шығып сөйлеп жатады, рилс түсіріп жатады, подкаст түсіріп жатады өзің сияқты. И ана жерде сенде жаңағыдай желание пайда болады. Желание пайда болады. Және ол әрекет оңай болып көрінеді саған. Істеп жатыр екен ғой, давай мен де рилсқа шығайын деген сияқты да. Ал жаңағыдай өзі рилсқа шығуға қорқатын адамдардың арасына түссең, сынықтан басқаның бәрі жұғады дегенде, жұғады сол состояние жұғады да. Сен сол артқа қарай сүйреп кетеді. Сен де ертең, ладно, ешкім түсіп жатқан жоқ қой, мен де түспеймін деген сияқты отыра бересің да. Ертең оның арғы күні деген сияқты. Қазір бәрі коуч, бәрі эксперт болып па? Қуанамын негізі, бірақ бір жағынан оған. Себебі әйтеуір бір қазақтың алдына шығып, шам жағып алып қолына, жүріңдер былай жүреміз деген адамдар көп болу керек та. Негізі кәсіпте не всегда бәрі сладко-гладко, бәрі май жақ қойғандай болмайды ғой. Сізде қандай қиындықтар болды осы кәсіпте?
Кәсіпте әсіресе кәсіп товарный бизнес, инфобизнес болып бөлінеді ғой. Иә. Бізде товарный бизнес болғаннан кейін ұрлық өте жақсы болады бізде. Жалпы 21 миллионды еріккеннен төлемейсің ғой. Ұрлық көбейгеннен кейін, адамдарды дұрыс танымағаннан кейін, иә, кімді жұмысқа алатыныңды білмейсің, сеніп алғаның былай болып кетеді деген сияқты да. Оны оқытқан адамның ертеңіне басқа жерде жұмыс істеп отырады. Осындай оқиғалар көбейіп кеткеннен кейін біз 21 миллион бізге қымбат болмай қалды ғой. Проблеманы шешу керек болды. Проблеманы шешу керек болды. Қашанға дейін жалғаса береді бұл нәрсе. Проблема менде деген екеумізде, жолдасым екеуміз дәл осылай сұрақ қойдық та. Проблема бізде. Біз адамды дұрыс танымайды екенбіз, оны мойындайық, давай оқиық деген сияқты. Осындай ұрлық мәселесі өте көп болады товарный бизнесте. Екінші, командаға дұрыс алмаудан шығады ол проблема. Екінші, сол кіріс шығысты білмейсің, басында бастаған кезде енді кез келген нәрсеге желпілдеп ақша жұмсай бересің. Обороттағы ақшаны менікі деп ойлайсың, иә. Одан компанияң дамымай қала береді, бір орында тұрып деген сияқты ғой. Осы екі нәрсе деп ойлаймын. Бірінші, командаға кімді алуды білсең, және кіріс шығысыңды білсең, қалған нәрселер ол майда шүйде нәрсе. Біз осы екі проблемаға өзіміз қатты кіріп кетіп шықтық. Осы екі мәселе. Негізі көп қазақ кәсіпкерлер есеппен қатты дос емессіз. Келсем, өйткені есеп қалай дейді бізде андай қазақта есебі дұрыс адам достығы ұзақ болады дейді ғой. Есепті дос айырылмас деген. Иә. Осы нәрсе болу керек та. Кез келген компанияның ішінде кәсіпкерден бастап, оның командасы, администрация, жалпы сату мамандарының өзі күнде қаншаға саталады, холодный звоноктан, горячий звоноктан қаншаға саталады, өзінің конверсиясынан дейін біліп деген сияқты. Бізде қазақ десең өзіңе тет дегенді айтайын ба? Қазақ десең өзіңе тет, бірақ есепке өте қатты жоқпыз. Иә. Құдай береді, үйте салайық, бүйте салайық. Енді ол бір жағынан дұрыс шығар, бірақ бизнес оны көтермейді, кәсіп оны көтермейді. Өйткені сен 50-60 семьяны бағып отырсаң, ол кезде сен точно есеп білу керексің. Өйткені жаңағыдай есеп білмегенді сен, не дай бог, біреу біліп қойса, сезіп қойса, ұрлық сол жерде басталады. Иә. Еще кәсіпкерлердің тағы да бір минусы, сол обороттағы ақшаны менікі деп салып атқан үйіне цемент алып қояды деген сияқты да, мысалы ше. Әйеліне Диор алып береді. Диорға көп кәсіпкер жеткен жоқ қой, бәрібір қазақтың менталитеті қатты брендке қызық қойды ғой. Ана енесінің 70 жасын тойлап қояды деген сияқты, сондаймен кетіп қалады да. Ақша түскен сайын. Сосын кәсіп мына жақта қоштаса береді жаймен. Жайлап қоштаса береді. Иә. Келсем оған жаңағыдай сол эмоциядан бекен, ақша, енді бұрын көп ақша ұстап көрмеген адам қалтасында 3-4 миллион жүретін болса, бітпейтін сияқты көрінеді да. Бірақ кез келген нәрсенің бітетін кезі бар ғой. Сондықтан бұл жерде суық ақыл керек. Эмоцияларыңды басып, аптығыңды басып, ішіп жеп көрдің біраз тамақты, бір-екі жерге барып көргеннен кейін жайлап қой, енді осы ақша түсіп тұрған жерімді көтерейін, үлкейтейін, көбейтейін деген сияқты суық ақылмен ойлану керек. Сіздің парақшаңызды қарай отыра, сіз мықты осы Қазақстан нарығындағы эксперттермен, кәсіпкерлермен араласады екенсіз. Бізде қазір эксперттер, жалпы Инстаграм жүргізетіндер, бір лицосы бар адамға тиіп кетсең болды, мақтанып сонымен сторис, рилс салып жатады. Сізде бірақ ондайды байқамадым. Иә. Оның барлығы телефонда тұр. Енді салам десек. Жалпы, дәл сол уақытта жеке брендті мүмкін жүргізуге бір нақты схема керек деп ойлағаннан кейін бөліспедім бекен, бірақ өзім қатты мақтанғым келмейді. Көз бар, сөз бар деген нәрсені мен сенем сол нәрсеге. Сырымбектау ағаның әйелімен араласу да, ол деген үлкен бір мәртебе, мықты орта ана жерде. Оны мотивация ретінде салсаңыз да болады, мақтану деп емес, мотивация ретінде салып, жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерге ақыл кеңесіңізді айта отырып, енді уақыт болса, Құдай қаласа көре жатармыз, бірақ
жаңағыдай ғой, мақтанғым келмейді қатты. Сөздің емес істің адамы болғым келеді. Мақтанғанның артында жеке брендті енді бастап дамытам, оған шейін білмедім деген сөз тұрған жоқ па? Ол да бар деп па. Біз ана ойлаймыз ғой, жеке бренд дамыту ойбай қиын, қанша ақша кетеді деп. Негізі бәрін өзіміз қиындатып аламыз да. Бәрі оңай. Әшейін видео сала салып, бүйтіп түсіруге салған. Сөйтіп қол үйреніп кетеді деген сияқты. Иә. Енді осыған дейін менде бәрі идеальный болу керек деген сияқты неде болуы мүмкін да. Жаңағыдай солай ойлап, сол нәрсеге қамалып қалып, менде идеальный болу керек, пока идеальный болмағанша мен ештеңе салмаймын дегенде жаңағыдай мида шектеу болуы мүмкін. Екінші, мен әлі мақтанатындай бір жетістік санамаймын әлі жетістіктерімді. Бірақ осы состояниеден жақында шықтым. Жаңағыдай көбісі енді сізде біраз нәрсе бар ғой дегеннен кейін, бірақ әлі мен жетістік санамаймын бұны. Негізі біздің қоғамдағы, біздің нарықтағы шын кәсіпкерлер бар ғой, кәдімгі 100-200 миллион оборот жасап, бірдеңе өндіріп жатқан кісілер өзінің жолын құнсыздандырып тастайды екен. Ал кеше ғана Инстаграмға келіп, Инстаграмын гүл қылып жіберіп, звезда болып жүргендер, олар өздерін бір әлем тіреп тұрғандай санайды. Біздің қоғамның қазіргі ауруы сол болып тұр. Сондықтан сіз сияқты 4 жылдан бері мынандай өте пайдалы, тез арада емін, шипасын сразу көретіндей өнім шығарып, оны әлі де мен бір деңгейге жетпедім деген, ол енді қате деп ойлаймын. Мүмкін. Құдай қаласа, қолға аламыз. Қазір әрбір жетістікке жеткен адам біреуді кумир санайды ғой. Мысалы, мен Amazon курсын, жалпы Amazonмен айналысқанда Джефф Безосты, мысалы, қаншама обороты бар адамды кумир санап, прям ол сияқты миллиардер болып кетем демесем де, соған кумир санадым да. Сода продажаны көріп, ат салысып, түнімен товар салып деген сияқты. Сіз осы кәсіпте жүріп, кімді кумир санайсыз жалпы? Кәсіпте мен жалпы Хадиша радиаллаху анху анамызды кумир санаймын. Кәсіпкер әйел болған, өте білімді әйел болған, керуендері болған, алтын таситын. Керуен деген ол кезде қазіргі логистика ғой, карго деп жатама. Қаншама мың түйесімен заттарды тиеп, үстіне жаңағы бір-екі адамды қойып басқаратын, солай заттарын сатып отқан, шекарадан өткізіп. Сол анамызды, Хадиша анамызды мен жалпы Хадиша анамыз сияқты болғым келеді, өзімнің жаңағыдай екі дүниенің де жақсылығынан құр қалмаған кісі ғой. Сол кісіге еліктеймін кәсіпте. Қазір әйелдер кәсіпте жүр, бизнестің бір бастауында жүр десек болады. Қаншалықты дұрыс осы әйелдің бір көшті бастап, ер адамдар керісінше бір бизнестен сәл-пәл алыстап бара жатқан сияқты? Әйел адамдардың көшті бастауы, білек сыбанып кірісіп кетуі ақша табуға, ол енді баласын қатты уайымдағаннан ғой, балаларының болашағын уайымдағаннан болады деп ойлаймын. Енді мен өзімде жолдасым екеуміз көп жоқшылықты көрдік, қиналдық. Менде даже сондай оқиға болған. Осы мына Айгерімде Ахременко жақта тұрғанбыз, Временкоде. Сол кезде енді жолдасым таксовать етуге кетеді. Мен үйде қалам, декреттемін. Холодильникті ашсам, сүт қана тұрады да. Олды басқа ештеңе жоқ. Арзан сарымай тұрады. Енді қазір айту мүмкін, оған да шүкір десе деп. Оған да шүкір десе деген сөздерді естігенбіз ол кезде де. Бірақ адам сол жаңағы балшықта қалып кетпеу керек та. Ұмтылу керек. Бір күні қатты сондай ызам келді да өзіме. Мен осылай өтіп кете ма өмірім сонда деген сияқты. Сонымен жолдасымды шақырып алып, екеуміз отырып сөйлестік. Не істейміз, осылай жүре береміз ба деген сияқты. Сол арқылы екеуміз де талпындық, білім алдық, қарызға кіріп, курстар оқыдық. Соның барлығының нәтижесі енді шығып жатыр деп ойлаймын. Тіпті 3-2 сүт алайын ба, или 2-5 сүт алайын ба? Арасында 100 теңге разницасы бар екен деген кездер болған менде. Магазиннен алам мен, қарызға жаздырып, үйдің қасындағы жолдасым кеп төлейді 2-3 күн сайын таксовать етіп. Енді бірақ кез келген кәсіпкер, кез келген адам осы аштықта қалып кетпей, осы аштықты көріп өту керек та.
осы жолдан өту керек. Сол кезде тапқан дүниеңнің, тапқан ақшаңның қадірі болады. Еліп желіп етіп жаңағыдай 1 миллион тауып, оны бүгін шашып жіберіп жүрмейсің да. Жалпы кәсіпте бір күшті результатқа, нәтижеге жеткен адамдардың бәрі осындай бір аштықтан, мысалы мен 9 адам бір бөлмелі времянкіде тұрып, бір сондай бір қатты трагичный жағдайдан кейін барып бір күшті нәтижеге жететін сияқты. Ал жағдай нормальный кісілер бір тоқ адамдар қатты бір нәтиже жетпейтін сияқты. Менің ойым, сіз қалай ойлайсыз соны? Қазіргі кейбір кісілерге енді оқимыз ғой, биография оқыған кезде бай адамдардың балалары көбінесе байлығын шашып алады әкесінің. Енді қазақта бұрыннан айтып кеткен ғой, әкенің малы балаға мал болмайды деп. Себебі өзің таппаған дүниенің қадірі жоқ. Содан да шығар деп ойлаймын да. Өзің белің ауырып, маңдай термен таппағаннан кейін оңай келген нәрсе оңай кетіп қалады да. Ал оның қиыншылығы, әр тиынның қиыншылығын көрген адам оны жоғалтуға тырыспайды қатты. Оны сақтап қалуға тырысады, көбейтуге тырысады. Содан шығар. Негізі осы 90-шы жылғы 85 пен 95-ің арасындағы ұлдар қыздарымыз ғой енді. Барлығы қарасаңыз, барлығы әйтеуір бір жетістікке жетіп жатыр. Бәрі тырысып қалған, кәдімгідей мынаны істесем, ананы істесем деп қалғандар ғой. Білмеймін енді, бұдан кейінгі ұрпағымыз, өзіміздің балдарымыз қалай болатын. Барлығын аузына үйіп төгіп тосып отырмыз ғой, бәрін дайын қылып. Бірақ баланы тәрбиелегенде әсіресе ұл балдарды аш ұстау керек деп ойлаймын да. Ұлды тоқтық өлтіреді, қызы аштық өлтіреді деген сияқты ғой. Сол сияқты ұлды жалпы аш ұстау керек. Сол аштықпен өзі тоқтыққа жетем деп жүріп, біраз нәрсеге жетіп алады. Жетіп алады, әйелдер мәселесіне келсек, мысалы сіз времянкіде тұрып, одан кейін күйеуімізбен отырып, давай бірдеңе әрекетін жасайық деп, не істеп, әрекеттеріңіз бастап, қазір осындай керемет нәтижеге жетіп жатсыздар. Ал сондай бір әрекетті бастайық деген мәмілеге келмейтін әйелдер бар. Бір күйеуінің қалтасына қарап отыратын, өз-өзін тастап жіберген, жертва халіне, жаңағы депрессия, выгорание, и қарамайда өзіне, жалпы вообще өмірден тастап жүрген. Оларды, соответственно, күйеулері де адам санамайды, ұрып, соғып деген, даже өлтіріп қойып жатыр, мысалы өзіміздің елде де болып жатқан жағдай. Қаржылай тәуелсіз емес өйткені. Сол жағынан бір әйелдерге қандай не істеу керек ол кісілер, чтобы әрекетке кірісу үшін, жалпы бір еркектің қолына қарамас үшін? Ол кісілерге бірінші қатты айтатын адам керек деп ойлаймын қасына. Мен көп отбасыларды қарап отырсам, енді ойлайсың ғой, маған не керек осы деп жүгіре берген деген кейде да. Мен отырмайын ба баламды бағып дегендей. Бірақ мен үйге сиятын әйел емеспін. Маған кейде қазақстандықтар болып кетеді да. Мысалы да, адам өзінің қабілетін мүмкін танымағаннан да сондай болатын шығар. Кейде өзінің болашағына сенбегеннен кейін де шығар. Негізі ол ортадан шығып кету керек. Егер өзінің ішінде желание болса, ол ортадан қашу керек. Даже күйеу болса да. Егер артқа тартатын адам болса, ол ортадан кету керек. Ол қиын, көндігу қиын, бірақ сол қиыншылық оған ертең нәтиже береді. Өмір бақи езіліп жүргеннен гөрі, мен өзім солай ойлаймын. Бәріне қолды бір сілтеп кетіп қалу керек. Өзіңнің болашағыңа кері әсер ететін адамдар болса, сөзбен, іс-әрекетпен сені жеп отыратын адамдар болса, жаңағыдай тиісіп, езіп дейді ғой. Ондай кезде білмеймін. Ондай адамдарды ойлап, ондай адамдарға бір жаның ашып, мен бұл адамды қалай тастап кетем деп ойлаудың өзі ақымақтық шығар. Қолды бір сілтеп, өзің білгеніңді жаңағы кәсіп баяғың келе ма, ақша тапқың келе ма, өзіңнің ала қойған мақсатыңа ғана мен бармын бұл әлемде және мен мақсатым бар деп өмір сүру керек сияқты да. Қоғамда мысалы қайтыс болып кетіп жатқан күйеуінің қолынан жаңағы таяқ жеп жүрген әйелдердің негізгі бірден бір себебі де осы қаржылай тәуелсіз болмау деп ойлаймын. Оған айналып келсек, әрекеттің аздығы, өз-өзіне сенімсіздігі деген сияқты дүниелер кіре береді уже.
біз бір рет көмектесеміз деп осы аналар үйінен бөлек тағы бір дом бар екен, сондай кәсіпкерлер қаржыландырып отырған. Күйеуі өлтіріп қояды ау, күйеуі ұрады, тауып алып өлтіріп кетуі мүмкін деген әйелдер бала шағасымен сол домда, осы Қазақстанда бір 4-5 облыста бар сондай үйлер жасырын. Сол жерде біз көмегімізді апарған кезде мен әйелдермен сөйлесіп қарағанда, қалай дейді, мен ала берсем деген, тегінде жатсам деген әйелдер да негізі көбісі. 4 жылдан бері, 10 жылдан бері тұрып жатқан әйелдер бар сол жерде. 4 баласымен кәдімгідей. Енді тұратын жер тегін, тамағы тегін, бірақ жұмыс жасамайды. Уже тегінге үйренді деген айтасыз. Тегінге үйреніп кеткен, қиналғысы келмейді. Тіпті кейбір біздің қазақ қыздарымыздың кейбір домдарды орыс әйелдер басқарады да, және орыс әйелдер олар христиандар екен да, сенімі. Кейбір қазақ қыздарымыз сол әйелдермен еріп, сол кісілердің шіркеуіне барып, шоқынып, 1-2 колготкиді тегін алып келген риза да. кездерін көрген кезде, білмеймін, енді ондай адамдарды өзгерту қиын шығар бір жағынан. Ал егер жаңағыдай мен қашан ойланбай тамақ жей аламын, мен қашан қорықпай бала шағамды жақсы мектепке, жақсы жерге оқыта деп жүрген әйелдер болса, және ол семьяда жалғыз адам болса, онда ол жерден кетіп қалу керек. Любой ценой деп те айта алмаймын. Енді заң бұрынғыға қарағанда жақсарып келе жатыр ғой. Заңның көмегімен, былайша айтқанда, таяқ жеуді тоқтату керек десеңізші. езіп отыратын адамдардан құтылу керек қой, барынша ертерек. Мысалы, сондай отырған әйелдерде, мысалы, сіздің мына өнімдерді алып, елге өте пайдалы, емге шипа алып сатса да, Үйінде отырып біздің өнімдерді алып, 50% жеңілдікпен, 50% үстіндегі табысын өзі көріп, өзіне жұмсап, өзінің біліміне жұмсап, солай табыс тауып отыруына болады. Егер ондай жақсы нәтиже көрсетіп жатқан серіктестеріміз болса, біз міндетті түрде компанияға шақырып, 2 ай сайын біз оқытып отырамыз. Одан ары қарай ол кісілерді дамытқымыз келеді. Одан ары қарай жаңа тегін саяхаттар сыйлап, бала шағасының жаңағы садиктерін төлеп, сондай көмектер көрсетеміз. Сіздің компанияңыздың қазіргі обороты, мен естуімше 100 миллионнан асады. Жалпы ай сайын. Ай сайынға оборот 100 миллион. 100 миллионнан асады. Өте керемет. Енді үйде отырған әйелдерге, жалпы сол әркімнің сөзіне еріп, бірдеңе бастай алмай отқан жандарға қандай кеңес бересіз? Әрекетке көшу керек. Бірінші. Бізде бірақ әсіресе ер адамдарда осы нәрсе жоқ деп жоқтау сияқты да. Қыздарда бірақ басым, ел не дейді деген. Әйелдер аудиториясында қыз келіншектер қазақтың анау не дейді, мынау не дейді, мені әкем не дейді, шешем не дейді. Кішкентай кезімізде өйтіп жасамай ұят болады деп өскенбіз ғой. Сондықтан бізде жаңағы шешім қабылдауы қыздардың өте қиын да. Ұрып, тісін сындырып, көзін көгертіп жүрген еркектің өзінен кетіп қалу шешімі өте баяу қабылданады. 10 рет таяқ жегеннен кейін әбден, ол батылдығы жеткен әйел ғана кетеді. Әбден жетеріне жетіп орғаннан кейін да. Сондықтан ең бірінші бай болам деген әйел, байлық оның өзіне ғана керек, басқа ешкім оның бай болған қалмайды негізі. Өйткені ол еркін болып кетеді, ол өз ойын ашық айта алатын адам болып кетеді, ол тәуелсіз болып қалады күйеуіне, ата-енесіне. Ол бұрынғыдай, ол үйде тегін малай еді ғой, қазір ондай болмай қалады. Сондықтан бәрі наоборот болып кетеді да. Бәрі ол келіні болса, ол үйдің келініне жалпылдау керек болып қалады, ақша тауып отырса. Ол енді ащы шындық қой. Ақшаң болса ғана қадірің бар деген сияқты. Сондықтан ол өзі тұрып, жаңағы былығынан өзі әрекет жасап, бел шешіп кіріспесе, осыған дейін кіріспеген оның ата-енесі, күйеуі одан ары қарай оны сен істей ғой деп айтады деп ойламаймын. Сондықтан бай болу әр адам өзіне ғана керек нәрсе да. Басқа ешкім қаламайды негізі бай болып кеткенді, оның қасында біреуді. Сондықтан тұрып,
бір жерін көтеріп жылап отыра бермей, езіліп отыра бермей кірісіп кету керек. Неден болса да бастау керек сатып. Енді мысалы әйелдер бір товарный бизнеске кірейін десе, бәрі саудагер болғысы келеді, бәрі шықырлатып ақша санағысы келеді. Бірақ товаркаға ақша қимайды, не сатарын білмейді. Біреу дайын өнім әкеп беру керек сияқты да. Мысалы дәл қазір сіздердің өнімдеріңізді көріп, жаңағы дізеге де жағуға болады, сүйекті де емдеп жатсыздар, басқаны да емдеп жатсыздар. Өзім көзіммен көріп тұрмын. Сондықтан да мынау да бір керемет мүмкіндік, керемет ұсыныс деп ойлаймын. Бұны жасау үшін әйелдер не істеу керек? Бізге Инстаграмдағы официальный парақшаға хабарласу керек. Мен серіктес болайын деп едім деп жазса, бізде мамандар жауап береді. Біз өзіміз ол кісілермен жеке кездесуге болады. Офиста Алматы қаласына келсе, не болмаса телефон арқылы қиын болатын болса, сөйлесіп, ары қарай толықтай жаңа условияны айтамыз, қалай сату керек. Мысалы 500 мыңға сізден товар алса, ол үстінен қанша мың теңге табыс табылады? 500 мың теңге тағы плюс табылады. 500 мың салса 500 мың табылады. И то бұл сарафанкамен жақсы кетеді. Алған адам риза болып кетеді. Ешқандай жаман пікірлер жоқ бізде. Міндетті түрде біздің айтқан инструкциямен қабылдап отыратын болса, толықтай ем көреді, ризашылығын білдіріп кетеді. Ол тағы екі өзінің танысын алып келуі мүмкін. Сондықтан ойланбай, ұялмай саталады ғой. Негізі бұл бізде ең негізгі хит өнімдер. Одан бөлек бізде тағы 6-7 өніміміз бар. Жаңа буын ауруларына, сыворотка, одан кейін ары қарай тағы да біздегі жөргектер, памперстер дейді ғой. Жаңа үй жағдайында, үй тұрмысына қолданылатын заттар қосып жатырмыз. Негізі сататын өнім жетеді. Ары қарай тек қана өзі бір саталам дейтін кісі болса. Және бәрі сезон таңдамайтын, күнделікті өмірде керек заттар. Достар, өте құнды ұсыныс деп ойлаймын, өте керемет мүмкіндік. Ешқандай бір миллиондарды салып товар алмайсыз, рисковать етіп жүрмейсіз. Сондықтан да алыңыздар товарды, серіктес болыңыздар, бұндай мүмкіндікті жіберіп болмаңыздар. Ең бастысы сіздің қалаңыздан басқа серіктес шықпай тұрып, Ақмарал ханымға хабарласып алыңыздар. Ақмарал ханым 4 жылдан бері жасап жатқан еңбектеріңіз өте керемет. Мен ана ел ағаларының пайдаланып көргеніне шок болдым. Бұны жалғыз ол кісілеріміз бүкіл Қазақстан тану керек деп ойладым. Сондықтан да істеріңізге береке берсін, алда дами беріңіздер, күшті өнімді шығара беріңіздер. Халықта осындай қолжетімді және 1000% гарантия бір шипа беретін өнім ретінде танып, ары қарай сол елдің тек алғысын ала беріңіздер. Бізге қонақ болғаныңызға рахмет. Әлі талай кездесіп, осы сіздердің қуаныштарыңызды, жаңағы ленталарыңызды кесу шараларында жүре берейік. Серіктестеріміздің. Құдай қаласа. Рахмет.